Juba, ойын. Келсі жүр, тұр. Бұл. Жаман түс көрдің бе? Бәрі нормально. Келеміз. Аузың құрақ болды. Бардан ассаламағалейкум. Мұстафа Ченнел каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Қуаныш болады. Менің есімім Жұбаныш. Осы кезекті видео съемкамызға келдік. Ал кеттік. Go! Маңғыстау өлкесінің өзінде де сол кездегі соғыс кезіндегі ұшқындар осы жерде де белгілері бар дейсіз. Иә, именно осы таушықтар осы. Және де соғыс кезінде де үлкен үлес қосқан болып тұр ғой біздің Маңғыстау өлкесі Таушық ауылы көмірін шығару арқылы, көмірін жеткізу арқылы, да? Енді қару-жарақ шығаруға көп көмек берген ғой, біздің жалпы Қазақстанда деп көрген ғой. Баяғы сахабалардың жүріп кеткен іздері бар. Табанның ізі, тізесінің шәшіге отырғанда нелер көріністері бар деген сол айтып жатқаныңыз, да? Жүріп соны көреміз қазір. Тасты балқып ұстаған қолдың іздері, аяқтың жайнамаздың іздері бар. Соларды көреміз. Одан ары қарай осы жерде кезінде салдардың тығылып жүрді ма, қашып жүрген кездері ма, осы үстінен төмен қарай таудан құлап жасаған жолдары бар, соны көреміз. Қашап жол жасаған тауды жағып. Адам аяғы баспаған әзір көпшілік бармаған жерлер дейсіз ғой. Көптің көрмеген жерлері бар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Бауырлар, осындай жерге келдік. Мынандай сай. Қазір сол жерге барамыз. Мынаның жалғасы теңізге бітеді. Осы жер шамамен 100 шақырымдай Таушық деген ауылдан. Табиғаттың өзінің салған бейнесі өте керемет. Ана жаққа барып тамашалайық. Кеттік жүр.
Осындай таңбалар сызылған екен, соның бірі осындай көрініс. Кезінде Бекболат Төлегенұлы бауырым және Берік Дәуенов ағамыз осы жерге келіп осы жөнінде YouTube каналында бейнеролик түсірген болатын. Жалпы осының аудармаларын айтқан. Мысалға міне дөңгелек, асты сызылған, мына өге ұқсайды. Так, мынау түсініксіз, мынау анық көрініп тұр, мынандай дөңгелек. Асты бір-біріне былай шиыршықталған. Осындай таңбалы жазулар бар екен. Мынақта зорға міндік. Мына жерлерде таулардың етегімен міндік былай-былай. Қасында 2 адам болмаса, бір адамға, 2 адамға қиын екен. Кішкене опыты бар адам болса. Да, Бекзат қалай? Кәдімгі міне тез шықты кәдімгі. Қара сорпа шықты кәдімгі. Бауырлар, мында келіп абай болыңдар. Тастың жырасымен мініп түсу керек екен. Ондай қыр-сырларында айтып қояйық. Абай болыңдар. Мына таңбалы сайдың аузына келіп тұрмыз. Жаңа үстінен келіп түстік. Біраз жер екен. Демалып отырған. Бәке, настроение қалай? Керемет. Енді ойлаған мақсатымызға жетіп жатырық. Сендерге уәде бергендей көрсетем деген. Мен еш сағат, таңертең сағат 8-9-ларда шықтық қой да. Қазір сағат 1-5 болып жатыр. 9 сағатта келіп тұрып болсын да. Енді ана неде жаңағы Тамшалының бер жағында сайдың бойында жүрдік қой тағы да. Тамшалының қапыда. Тамшалының бер жағында қапыға, иә. Жұбаныш әке бер. Бәке, мен сұрайын дегенім осы мынау әдемі жерде айналаңа қарасаң, күшті жеріне таңбалы сай дейді. Мынаны шамаладан білмейді қай жерде екен да. Сіз келген кезде ең бірінші рет келіп мына өзіңіздің тарихыңызды айтып берсеңіз қысқаша. Бұл жерге енді жаңа өздерің құрдастарың Бекболат Төлегенұлы дейтін інім бар ғой. Сол інім кішкентай кезінде осы жерге келген екен. Ол кісілерді үлкен кісілер алып келіп көрсетіп осындай жерде. Оның қызығушылығы жақсы ғой енді таңбалыға, ескі жазуларға. Соның бәке болсын осы жерде барып көрейікші. Мен бұрын кішкентай кезімде бір үлкен кісілердің сілтемемен келіп көрсетіп еді, есімде қалды сол. Кішкентай болсам да соны барып көрейікші деп 2015 жылы 3 рет іздеп келдік. 2 рет таба алмай, үшіншісінде әзер тауып осы жерге келіп жаңа таңбалардың үстін әкпен басып, қазір көресіңдер ғой. Анық көрінетіндей етіп кетіп едік. Енді қазір араға 5 жыл салып, міне тағы келіп отырық. Қазір көреміз енді ішке кіргеннен кейін. Бекзат, бауырым, сен де бұндай жерге бірінші келіп отқан жарсың. Өзіңнің эмоцияңмен бөліс. Иә, өте тамаша, өте әдемі. Алдында да басқа жаққа барып, ана Бозжыраға түсім сияқты бір қайта айтып, сияқты бола бергім келеді да. Көзім тоймай жатыр, қайта бүйтіп жан жаққа қарап. Бауырлар, мына Таушық ауылының жанындағы, Қапы сайындағы, төмендегі Тұт талының жоғарысындағы көп жағдайы мәз емес екен. Іші толған қоқыс. Туристер немесе жергілікті тұрғындардың тастап кететіні өздеріңіздер көріп отырсыздар. Бауырлар, осындай өзіміздің табиғатымызды сақтайық, жүрген жерімізде тазалық ұстап жүрейік, аялайық, құрметтейік. Ассалаумағалейкум достар. Сізбен бірге Мұстафин Channel каналы. Менің есімім Мұстафин Жұбаныш. Бүгін сіздермен бірге бөлісейін дегенім, Маңғыстау облысында әдемі жерлеріміз бар. Сол біздің Арек ағамыз айтып берсін. Қазіргі біздің келіп жатқан жеріміз мынау Таушық ауылының қасындағы Қапы сайына келдік. Енді осы жерде мына берігімізді бастауымен табиғат тамашалауға келіп жатырық. Қазір осыдан жоғары қарата Емді тауының үстіне шығамыз. Сол жерде керемет бір әдемі жерлер бар, сайлар бар, таңбалы сайлар бар. Сол жерге барамыз бұйыртса. Осы біздің енді экскурсиямыздың басы, бұйыртса жалғасы бар әлде. Ха, керемет! Мынау крест керейлердің знагы сияқты екен. Крест. Руымыз керей болған досын. Таңбалы сай деп айтқан өзінің атауына себебі осындай таңбалар қалған. Біздің ата-бабаларымыз осылай жазып кеткен. Мынау
жылқының мүсіні ау деймін меніңше. Мынау бір деген әріпке ұқсайды екен. Міне тұр. Мына жерде. Мынаны осы Бекболаттың салып кеткен нелер ме екен? Салған жоқ, үстін үстін бояп кеткен да, ақпен бояды ғой. Ақпен бояп кеткен, міне қараңыздар. Осындай жер. Мынаның ішіне қарай өтейік. Тірі жерде тесікті көрдіңіздер ма? Дөңгелек шөлден ағып, мына жерде дейтін көз алдыма елестетеді. Ана жерде водопад болып су ағып жатқаны. Мынаның іші су толып, ана жерден су толған кезде секіріп қызықтасаң ғой, шіркін. Дала! Өртеніп тұр, бірақ шатталды да? Бүгінгі саяхатымыздың мақсаты осы таңбалы сай еді. Мінеке келдік. Осындай көрініспен тұрған сай екен. Сөз жоқ, керемет. Мына тастар дейтін, менің түсінігім бойынша жаңбырдың қарқынымен түскен жиналған тастар секілді ғой. Мына жерде мынаның бәрі мята, иісі мүңкіп тұр да, күшті. Біздің таңертеңнен бері шығып, сағат неше болды? Уже 5-тен кетті. Еңбегімізге тұратындай жер екен. Таптаныш құстардың даусымен. Бүгін енді Берік бауырымыздың ұйғарымен осы жерге келіп қалып жатыр. Мынау енді Ембі тауында таңбалы сай дейтін жер, әдемі, көрікті жер. Іші дейтін керемет жазулар бар. Ішінде кілең жаңа ұру таңбалар, арабша жазулар, руно жазулары көп енді бұның бетінде. Түсінген адамға. Біздер енді шамалы түсінбейміз, сосын соны көргенімізге қуанып жүре береміз ғой енді. Енді бұл жерге келген адамдарға мынаның ішіндегі жазулардың үстінен басып, өзгертіп, аттарын жазбасын дейміз. Мынау дейтін енді тарихи жер, былай айтқанда. Келіп қызықтауға, көруге болады. Бұндай жерлер енді көп емес, Маңғыстауда. Осы санаулы жерлер бар. Енді өзіміздің табиғатымызды аялайық, күтіп ұстайық. Ішін ластамайық, мусор тастамайық деген тілек сұранысым бар. Сол келіңдер, көріңдер, Маңғыстаудың жастары бар, келген қонақтары бар. Әрқашанда көріп қызықтауға болады ғой өзіміздің табиғатымызды. Бірақ таза ұстайық. Иә, сіздің айтқан сөздеріңізге толықтай келісеміз. Бауырлар, біз өзіміздің осындай керемет тарихи жерлерімізді ластамайық. Осындай таңбалы жазулардың үстеріне өздеріңіздің аттарыңызды жазбай, қоқыстарыңызды тастамай жинақтап жүрсеңіздер, бәрі керемет болады. Көп рахмет сізге. Таңертеңнен бірге бізге атсалысып көмектесіп жүргеніңізге. Сізге іске сәттілік, амандық тілейміз. Әумин. Сендердің істеріңе сәттілік. От души, в общем. Біздің Мұстафин Channel каналына жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Біздің видеомыз топқа шығу керек. Сіздердің арқаларыңызда осы каналды жоғары көтеруіміз керек. Бізді қолдау көрсетіп атқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар, бауырлар. Осы жерге келудің де бір себебі болған Берік ағамыздың ұсынысы. Берік ағамызға көп рахмет айтамыз. Жол тауып осылай бірнеше күннен бері дайындалдық, келдік. Айтуған Анарбек ағамызға рахмет айтайық. Осы көмектесіп атсалысып, таңертеңнен бері қасымызда жүр. Жолдың бәрін көрсетіп, алдына келердің алдында да бір-екі жерге соқтық. Күшті жер екен де, мен өте қуаныштымын бүгін уақытымды бөліп осы жерлерге шыққаным. Және де бренд Cinema компаниясының негізін қалаушысы Оразалы бауырымызға көптен рахмет. Орик. Рахмет бауырым. Осы бейненің бәрі, осы сіз көріп отқан кадрдың бәрі осы Ораз бауырымыздың арқасында шебер, өнерлі, жеті қырлы, бір сырлы жігіт. Біздің осы видеороликтерімізді монтаждайтын, осындай күшті спецэффекті қосатын Руслан бауырымызға көптен рахмет. Осындай кісілер біздің YouTube каналымызды жоғарғы сапада ұстауға өздерінің бар күштерін салып, көмектесіп жатқан жайлары бар. Бекзат, Шауқан ТV біздің резидентіміз. Саған да көп рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, және де үйлеріңізге амандық және берекет тілейміз. Ал көрермендер, біздің каналдан көшпеңіздер, подписаться басып,
колокольчикті басып, лайкты басып, комментарий жазып отырыңыздар. Барлығыңызға рахмет. Осымен біз өзіміздің видеомызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сізбен бірге болған Мұстафин Жұбанов, Мұстафин Қуаныш, Мұстафин Ченнел каналы. Бетімді түсіріп алмағырсың. Теңіздің таушықтың балыған, свежий. Ne? Ареке ағамыз айтқандай, құстың күндері осы жыраның бойларында қасқырлар өмір сүреді екен. Bir dауыс шығады мына жерде. Орын аяғыңыз осы емес пе? Қайсал. Бәке кетіп қалды ғой. Адам дәрес қалды ғой. Бекзат. Осыны сөйлеймін. Бет өтіп шығайсың, осыны. Екі, үш, запись дронмен. Бауырлар, бұл көріністі жоғардан көрулеріңізді сіздерге ұсынамын. Ал кеттік! Қараңыздар! Көтерілдік, көтерілдік, көтерілдік. Көрініп отыр ма? Қалай? Сол қалай? Қастарында кетті. Мен дауысы бар шығар. Мен нақта қалдым, дрон ұшып кетті. Керемет көрініс. Керемет, керемет, керемет. Неге бізді тастап кеттің дрон?